Сәлеметсіздер. Бүгін өздеріңізбен сабағымызды одан ары жалғастырамыз. Сабағымызда қоректік ғылымынан шертіліп жатқан әңгімелеріміздің ішіндегі мынау дәрумендер мәселесіне, яғни қоректіктің ең үлкен 6 қоректіктің біреуі осы дәрумендер мәселесі жөнінде біраз кеңірек тоқталып жатырмыз. Енді дәрумен адам ағзасының қарсылық қуатын арттырады. Қайсы дәрумен қалай болады жөнінде біраз тоқтала кетейік. Мұның ішінде бірінші мынау А дәрумені. А дәруменнен әдетте бұл бір түрлі түстегі майда оңай еритін дәруменнің түріне жатады. Қазіргі заман дәрігерлік ғылымының зерттеуіне қарағанда А дәрумені өсіп жетілуді ілгерілететін, денеде ақуыздардың бірігуін жоғарылатып клеткалардың ыдырауын тездететін және жаңа клеткалардың өсіп жетілуін жебейтін бір түрдегі рол бар екендігі анықталған. Әдетте мына балаларда А дәруменінің кемдігі белгісі төтенше айқын болады. Мәселен, балаларда А дәрумені кемшіл болғанда олардың мына өсіп жетілуі баяулай қалады. Яғни былайша айтқанда қарсылық қуаты көрнекті түрде азаяды дағы, осыдан барып баланың өсіп жетілуі баяулайды. Әдетте А дәрумені кемшіл балаларда қызу, өткір тыныс жолы жұғымдалу науқасы, іш өту қатарлы науқастар пайда болады. Бұл салыстырмасы әдеттегі мына А дәрумен толық балаларға қарағанда өте жоғары болады. Егер де осы балаларға А дәрумен толықтағанда тыныс жолының мына жұғымдалуы науқасын әдетте 20%-тен 90%-ге дейін төмендетуге болады. Осыны мамандар зерттеп 5 жастан төменгі балаларда әдетте әр 4 айда бір рет А дәрумен толықтап тұру жөнінде кеңес берген. А дәрумені адамның өсіп жетілуінде, адамның қарсылық қуаты жөнінде айтқанда төтенше маңызды екендігін осыдан байқауға болады. Былайша айтқанда балалар өсіп жету мезгілінде әр 4 ай сайын бір рет А дәрумен толықтап тұру керек. Осылай болғанда балалардың денсаулығының жағдайының алаңсыз қамтамасыз етуге, жұғымды аурулардың жұғу салыстырмасын барынша төмендетуге болады. Ал екіншісі мына Б дәрумені. Б дәрумені әдетте мына адамдар бір түрде үнемі шаршап тұрғандығын айтады көбінде. Сіз өзіңіз үнемі осындай шаршап тұрғандығыңызды сезінсеңіз, көбінде шаршағанды басу үшін әдетте адамдар көбінде чай құмар болады, чайға қарай ішеді. Бір терлеп жесек дегенді қазекеңдер көп айтады ғой. Чайдан айырыла алмайтын жағдай келіп шығады. Бұл нені білдіреді дегенде сіздің қарсылық қуатыңыздың төмендеп кеткендігін білдіреді. Қарсылық қуатыңыз азайып тұрғандығын білдіреді. Егер осы кезде сіз Б дәрумен толықтасаңыз, онда шаршағаныңыз өздігінен жоғалады. Б дәрумені Б1, Б2, Б6 деп өзі 20 нешеге дейін кетеді. Осының ішінде дәрумен Б1 қарттардың зат алмасуын ілгерілетеді. Жүйкенің жүйесінің қалыпты қимылын сақтауына көмектеседі. Б2 дәрумені денедегі қант, ақуыз, оның кейін майларды үнемі айланысқа келтіріп отырады. Денеде бұл екі түрдегі дәрумен кемшіл болса, ұйқысыздық, шаршау жағдайы пайда болады. Әйелдерде ұйқысыздық науқасы үнемі кезігеді. Әсіресе мынау оқытушыларда, сондай-ақ түрлі шаршап қызмет істейтін салаларды істеп жатқан әйелдердің көбінде тарапта әңгімелескен кезде осыларды ұйқысыздық, білмей ұйықтай алмайтындығын, не түс көріп жатқандығын, өзінің қалай болып жатқандығын білмейтін шаршау жағдайлары бар. Осындай жағдайдан олардың қарсылық қуаты төмендеп кеткен. Олардың ішкі бөліп шығу жүйесінің, секрециялық жүйелерінің қалыпты қызметтері ауылдар бүлінжік ұшыраған, теріс құрғаған, серпімділігі төмендеген. Осындай әйелдердің өңін көретін болсаңда қуқыл тартып, теріде сарғайып, оның кейін терілері бұжырланып, немесе түрпіленіп, үгіліп деген секілді осындай секілді көптеген жағдайлар, қорғау жағдайлары пайда болады. Ажар қайтып, терілері әдетте ажарсызданып тұрады. Оны енді әдетте әйелдер мына сұлулыққа құмар болады ғой. Көбінде терісін жаңағы химиялық боялғыш заттармен бояп, оның өзі опырап тұрған терінің норманы бүлдіретін жайттар көп кезігеді. Үшіншісі біреусі С дәрумені. С дәруменде тұмаудың алдын алу ролы болады. Бұның негізі қалай дегенде С дәрумені денедегі мынаға интерферонды тіркендіреді. Осы арқылы ақ қан түйіршігінің ауру тудыратын кейбір микробтарға болған бірігуін азайтады. Осы арқылы ақ қан клеткаларының қанын сақтап қалуына мүмкіндік туылады дағы. Тұмау тиген кезде адам ағзасындағы мына ақ қан клеткасы әдетте тұмау тиген кезде мына С дәрумені осы жаңағы жағдайды болғызбайды былайша айтқанда. Клеткалардың мына С дәруменінің қоздыруымен клеткалардың опырап жоғалып кету, яғни болмаса жаңағы тұмау микробтар жағынан жойылуын алдын алады. Сондықтан мұндай кездерде денеде көп мөлшерде С дәруменін толықтап отыру қажет. Осы арқылы қарсылық қуатты арттыру керек деп айтамыз әдетте. Қарсылық қуатты арттырған кезде немен арттыратынымызды білмей жатамыз. Осындай дәрумен толықтау әдістерін қолданған кезде біздің қарсылық қуатымыз еселеп артады. Ал енді С дәрумен тұмауға қарсы тұра алатын ролы бар екен. Бірақ С дәруменін құртып кететін нәрсе не? Темекі С дәруменін құртып кетеді. С дәрумен. Темекішілердің мына С дәрумені төмен болады. Төртіншісі Е дәрумені. Е дәрумені де бір түрде майды еритін дәрумен. Бұнда қазіргі заман дәрігерлік ғылымының байқауынша Е дәрумені біртүрлі жоғары өнімді тотығуға қарсы реактив, улы мына еркін радикалдардың, яғни ткандарды, жасушаларды бүлдіруін төтеп беретін, мына бұлшық еттердің қалыпты өсіп жетілуін және клетка перделерінің кемелді қалыпты физиологиялық қабілетін сақтау ролы болады екен. Бұл арқылы ағзаның мына қарсылық қуатын жоғары көтеруге болады Е дәрумен толықтау арқылы. Адам ағзасы берік мына кемелді қарсылық жүйесін орнату үшін қайту керек дегенде қарсылық жүйесін осы дәрумендер арқылы үнемі толықтап отыру керек. Былайша айтқанда адам денесі кемелді қарсылық жүйесі болу үшін сөз жоқ. Дәрумен қажет. Дәрумен болмаса адам денесінің қарсылық қуаты орнамайды, қалыптаспайды деген сөз. Адам ағзасы мына дәрумендерге өте мұқтаж болып отырады. Демек адамдар осы дәрумендерді әр уақыт толықтырып отыруға көңіл бөлетін болса, мына денсаулықтың ақаусыздығы, мына қарсылық жүйесінің күшейтіп сау денелі болуға
сақтауға осындай пайдасы тиеді. Біз жоғарыда адам денесіне қажетті, яғни қорек білім жөніндегі 5 түрдегі дәрумендерді сөйлеп өттік. Ал енді ең соңғы бір дәруменіміз, ол әлі айтылған жоқ, яғни минерал заттар жөнінде сауат алайық. Минерал зат деген не? Минерал зат дегеніміз жалпы алғанда мынау жер қыртысында болатын элементтер. Осының ішінде мына топырақ пенен тастың құрамында жүретін заттар. Бұл жер қыртысының сыртында әдетте 90 неше түрлі элемент бар. Осы 90 элемент адамның денесінен және табылады. Былайша айтқанда адамның денесінің өзі бір кен қойнауы деп айтуға болады. Адам ағзасында мына көмір сутектері, сутегі, оттегі, азот элементтерінен басқа да көптеген органикалық қосылыстар түрінде сақталып жатқан элементтер тауып алуға болады. Демек, адам ағзасына пайдалы қалаған элементтердің пайда болуының қандай да болуына қарамастан мүшелердің қарсылыққа ие болуы үшін жалпылай алғанда мына минерал заттарды біз адам денесінде сақталады, адам денесінде бар деп қараймыз. Бұл заттардың мөлшерінің қанша болуы, олардың қандай түрде адам ағзасына қандай пайда келтіріп жатқанына қарамай отырып біз осыларды жалпылай минерал заттар дейміз. Адам денесінде осы 90-нан артық кеннің құрамы, элементтердің ұсақ микро заттардың құрамы бар. Ал енді осы минерал заттар тағы да мына анорганикалық тұздар түріне жатады. Оны әдетте біз минерал зат демей анорганикалық тұздар деп атай беруімізге болады. Олар адамның ағзасына қарата төтенше маңызды қоректік элемент. Біз қоректік десе тек қана азықтануды, тамақты ғана айтамыз. Бірақ ол қоректік элементтер, жаңағы адам денесінде қажетті элементтер қайдан барып жатады дегенде осы азықтан барып жатады. Азықтық арқылы қабылдаймыз. Мәселен, минерал заттар кеміген кейбір әйелдер, сосын мынау балалар, көбінде тораптастар айтады, ой менің балам топырақ жеп жатыр. Кейбір әйелдер топырақ жейді. Бәленбай таудың топырағынан аңсайтын, немесе алып келіп жейтін. Қабат әйелдер топырақ жейтін, осындай жейттер бар. Ашқазанын бүлдіріп алып жататын, жейттер де кезігіп жатады. Минералдық заттар адам ағзасында төтенше маңызды қоректік элемент. Бұны енді адамзат неше мың жылдың алдында минерал заттардың бар екендігін байқады, тапты. Оны минерал заттарды өңдеді, қорытты. Мысалы, өзіміз білетін мынау алтын, күміс, мыс, темір дегеннің барлығын теміршілер, немесе кеншілер топырақтың құрамынан, екшеп тастың құрамынан бөліп алып, оларды қорытып, түр-түрін жасап, зергерлік бұйымдар тағы басқа деген секілді нәрселер жасап пайдаланды ғой. Бірақ таяу заманға келгенде ғалымдар адамның ағзасында да осындай минерал заттардың бар екендігіне назар сала бастады. Бұны ең алдыменен қоректік ғылым тұрғысынан таныды. Адам ағзасының мына күнделікті қажеттілік мөлшерінің аз көптігіне қарай минерал заттарды әдетте біз макро элементтер және микро элементтер деп екі түрге айырамыз. Макро элементтер адамның ағзасында кем болса болмайтын ағзадағы құраушы элементтер болып табылады. Ал енді адам ағзасындағы мөлшері біршама көп осы макро элементтер қайсылар дейтін болса, бұған кальций, фосфор, калий, натрий, магний, хлор, күкірт қатарлы элементтерді адам ағзасында болған бар екендігін, бұлардың адам ағзасының қажетсіну мөлшері күнде мына 100 миллиграмм мөлшерінде болатындығы анықталған. Адам ағзасында мөлшері 0,1%-тен аз болатын бір бөлім адамдардың күнделік қажетсіну мөлшері 100 миллиграммнан төмен болатын элементтер болады. Бұларды микроэлементтер деп атаған. Жаңағы 100 миллиграммнан жоғары тұратындар. Ал енді одан төмен тұратындар, яғни адам денесіндегі осының адам ағзасына қажетті мөлшерінің 0,1%-ін ұстайтын элементтер, бұлар микроэлементтер деп аталады. Адам ағзасында микроэлементтерден алуан түрі бар. Олардың мысалы адам денесінде микроэлементтерден 70 түрден артығы бар екен. Бірақ олардың адам ағзасындағы жалпы мөлшері әрең 0,5%-тен ұстайды екен. Өте аз, өте микро сан деген сөз. Олар қайсылар дегенде, олар мына темір, йод, мырыш, селен, марганец, хром және молибден, ванадий, кобальт, тор, германий қатарлы 10 неше элементті өз ішіне алады екен. Олардың арасында темір мен мырыштың күнделік қажетсіну мөлшері неше 10 миллиграмм айналасында ғана болады. Қалғандарының мөлшері тіпті өте аз. Көбінесе бірнеше микрограмм немесе бірнеше миллиграммға да жетпейтін осы аралықта сақталады екен адам денесінде. Ал енді осы минерал заттардың адам денесінде қандай ролы бар дегенде, минерал заттар адам организмінде мына ткандарды құрайтын маңызды құрам саналады. Сондай-ақ мына клетка ішкі сыртқы сұйықтықтарының маңызды құрамдас бөлімдері болып, клетка ішкі сыртқы сөлдерінің, яғни сұйықтықтардың мәлім жаратылыстық былайша айтқанда қысымын адам денесінің, өз денесінің қысым болуы, адам денесінің ішкі бөлімдегі қысымдарды және дене сұйықтығының мына қышқыл негіз тепе-теңдігін, жүйке бұлшықеттерінің қимыл әрекеттерін, қозғалыстарын сақтап организмдегі ерекше мына физиологиялық ролдарды теңшеу қабілетіне ие осындай бір төтенше маңызды заттардың құрамы деген сөз. Бұл минерал заттардың атқаратын ролы осындай. Демек осылар теңшеп отырады. Былайша айтқанда көптеген мына зат алмасу жүйелерінің қозғалысын қозғаушысы, сондай-ақ қозғаушы және мына көмекші факторлар, осыларды ұйымдастырушы құрамдар болып осы минерал заттардың атқаратын ролдары осылай болып келеді. Кейбір минерал заттардың рактың алдын алу, қарсылық жүйесін күшейту ролы болады. Мәселен, кальций мен фосфор сүйек затының құрамындағы элементтерді құрайтын маңызды қосылыс. Ал енді калий мен натрий адам денесінің осмотиптік қысымын, яғни ішкі қысымдарын денелердің сақтап отырады. Мырыш пен мыс, оның кейін мына марганец қатарлар көптеген зат алмасулардың белсенділігімен мына байланысын теңшеп отырады. Ал енді йодты айтатын болсақ, йод мына қалқанша без гормондарының құрамдас бір бөлімі. Ол
болмаса болмайды. Адамның денесінде әдетте 15 миллиграмм мөлшерінде йод сақталады. Сондай-ақ мына кобальт, витамин В12 дәрумендері қатарлыларда адам организмінің зат алмасуын теңшеуде төтенше маңызды ролға ие. Сонымен бірге ona минерал заттар жалпы алғанда адамның ағзасында қышқыл мен негіздің тепе-теңдігін сақтайтын маңызды рол атқарады. Адам ағзасындағы қанның pH мәні әдетте 7,65 және 7,25 мөлшерінде осы көлем ішінде тізгіндеп отырады. Осы көлемнен асып кетсе, бұда онда немесе осыдан төмендеп кетсе, адамның ағзасында адам ауруға жолығады. Яғни болмаса адам өміріне қауіптенеді. Осы тепе-теңдік минерал заттар теңшеп отырады. Енді организм әр күні белгілі мөлшердегі минерал заттарды сарып қылады, яғни жұмсап отырады. Зиянға ұшыраған осы адам денесіндегі түрлі азықтықтардың, минералдардың төмендеп кету мөлшерін жеткілікті мөлшердегі минерал заттарға ие болу үшін адамдар қажет өзінің саулығын сақтау үшін сөзсіз қоректеніп отырады. Әдеттегі жағдайда азықтардың түрі мол, адам денесіне қажетті болған мына минерал заттардың ие болу үшін адамдар қайтеді күнделікті азықтанып отырады. Осы арқылы кемеге минерал заттардың орнын толықтап отырады. Кемеге минерал заттар болсын немесе мына минерал заттар адам денесінде сонда ол лайықты көлемде бір қабылдау шегі болады. Ол шектен асып кетуіне болмайды. Оның да өзінің шегі бар. Көлемнің сыртында болса, онда организмге пайдалы әсер көрсетеді. Егер де осы қабылдау көлемінен шегінен, яғни асып кетсе, онда ол адамға кері әсер көрсетеді. Былайша айтқанда, қабылдау мөлшері жеткілікті болмаса, минерал заттар жетіспейтін жағдай жарыққа шығады. Ал енді осы қабылдау мөлшерінен асып кетсе, онда адамда минерал заттардан улану жағдайы келіп шығады. Әсіресе мына кейбір микроэлементтердің қажетсіз мөлшері улануды келтіріп шығаруда, мөлшердің артып кетуде, оның қауіптілік жағдайы өте күшті болады. Сондықтан олардың қабылдану мөлшері өте ерекше көңіл бөлу керек. Әдетте минерал заттар толықтаймыз деп, мәселен, мына жасаған кейбір дәрілерді артық мөлшерде тұтынып жіберетін жағдай болады. Минерал толықтайды екен, мырыш толықтап кетеді екен, мыс толықтайды екен деген секілді. Сондықтан мына қажетті мөлшерді білу керек. Қажетті элементтердің биологиялық өнімділігіне қарау керек. Былайша айтқанда, олардың қажетті мөлшеріне баға беруде біз өнім мөлшерінің көлемінің үлкен кішілігіне қарай отырып белгілеуіміз керек.